Ал бір-бірімізге жариялайық. Көктің баталарына молынан ие бол. Көктің баталарына молынан ие бол. Құдай сені жарылқасын. Құдай сені жарылқасын. Амин. Тағы да бір-бірімізге жариялайық. Көктің баталарына молынан ие бол. Тыныштық, Құдайдың сүйіспеншілігі, Құдайдың тыныштығы сенің жүрегіңде орын алсын Исаның атымен. Амин. Ал біз Құдайдың сөзіне назар аударатын боламыз. Бүгін Лука жазған ізгі хабар 18 тарау 18-ден 30-ға дейін оқитын болайық. Басшылардың біреуі Исадан: ізгі ұстаз, мәңгілік өмірге ие болу үшін не істеуім керек деген сұрақ қойды. Иса оған: мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкімде ізгі емес. Оның өсиеттерін білесің ғой. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ата-анаңды сыйла деп жауап берді. Әлгі кісі: бұлардың бәрі де жастайымнан орындап келемін деді. Иса мұны естігенде: саған тағы бір нәрсе жетіспейді. Қолындағы бар мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. Өзің қайтып келіп, шәкіртім болып соңымнан ер деді. Бұларды естігенде әлгі кісі қатты қапаланды. Себебі ол өте бай болатын. Иса оның қатты қапаланғанын көріп, мал мүлікке бай адамдардың Құдайдың патшалығына кіру қандай қиын. Байдың Құдайдың патшалығына кіруі гөрі түйенің ине көзінен өту оңай деді. Мұны естігендер: ендеше кім Құдайдың қаһарынан құтқарыла алады деп сұрады. Иса: адамның қолынан келмейтін нәрселер Құдайдың қолынан келеді деп жауап берді. Петр тіл қатып былай деді: міне, біз барлығын қалдырып сіздің соңыңыздан еріп жүрміз. Сонда Иса шәкірттеріне: сендерге шындығын айтайын. Үй жайын, әке-шешесін, бауырларын, әйеліне, бала-шағасын Құдайдың патшалығына бола қалдырған әркімге сол үшін осы заманда қарымтасы бірнеше есе артығымен қайтарылады. Әрі келер заманда ол мәңгілік өмірге ие болады деп нық айтты. Амин. Білесіз ба, осы киелі кітапты оқығанда кейбір аяттар оларды осылай дұрыс талдау үшін осы оқиған аяттардың контексті оқу керек. Кейбір даже осындай аяттар, олар бүкіл киелі кітаптың контекстіне оқып түсіну қажет. Әсіресе осы Иса Мәсіхтің сөздеріне осындай нәрселер біз кездесеміз. Сонда бүгінгі өзінде ойланғанда ол дәл осындай мәтіндердің қатарына жатады. Мен ойлаймын, осы өзінің барлығыңыз білесіз, көбіңізге таныс. Сонда осы байдың Құдайдың патшалығына кіруіне гөрі түйенің көзінен өте оңай. Осы сөзді мүмкін барлығыңыз естіген боларсыз. Бірақ осында бір бай жігіт Исадан келіп сұрақ қояды. Бірақ сонымен қатар оның сұрағы сондай терең. Оған жауап бізге де бүгін шынымен өте қажет. Мәңгілік өмірге ие болу үшін не істеуім керек? Адам мәңгілік өмір туралы ойлап Исаға келіп осындай сұрақ қояды. Бірақ қызық, Иса оған Құдай патшалығы жайлы жауап береді. Осы біздің қауымға қарағанда адамдар алдымен үй қауымға келеді. Содан кейін осы біздің жекеміз жиын жайлы естейді, жиынға келе бастайды. Сонда ізгі хабарды естіп, куәліктерімізді естіп, оның жүрегі Исаға ашылады. Исаны ем және құтқарушым жүрегіне қабылдайды. Содан кейін оның
Құдаймен өмірі басталады. Сонда біз оның өмірінде шынымен Құдайдың тыныштығы, Құдайдың сүйіспеншілігі пайда болатын көреміз. Қайдан білеміз соны? Біріншіден, әрине, осы тірілген өмірін бітіріп, сонда куәлік етеді адам, осында шығып, айтады, осы өмірім осылай, осы Исаға бола өзгерді. Және ол біздің арамызда жүргендіктен біз өзіміз соны байқаймыз. Оның өмірінде осындай өзгерістер пайда болды. Сонда бірақ өкінішке орай кейбірде біз осындай адамдарды, ол куәлік еткен адамдарды осындай, және олардың өмірінде өзгерістерді көріп, осындай адамдардың қатарын адамдардан кейбірде осы қауымға уже сирек келетін адамды байқаймыз. Содан кейін мүлдем келмейтін де адамдар бар. Сонда олармен осылай кездесіп қаласың ғой. Сонда сұрайсың, неге қауымға келмейсің? Сонда ол айтады, уақыт жоқ. Немесе осы қазір Құдаймен қарым-қатынасым жаман. Неге солай болады? Ол Құдаймен шынымен рухани өмір бастаған сияқты. Неге оның өмірі осылай Құдаймен үзіліп қалды? Өйткені біз оның қуанышты да өмірде көрдік. Және осындай, неге адам ары осындай өмірді жалғастырмайды? Неге осылай тоқтап қалады? Бүгінгі өзінде арқылы осы сұраққа жауап табайық. Құдай ол әрқашан адам бақытты болсын деп қалайды. Оның тыныштығына, сүйіспеншілігіне, қуанышына, шынымен осы ие болсын деп қалайды. Біз ізгі хабарды оқығанда осында анық жазылып тұр. Иса адамдарды осыған қаншама үйреткенін біз байқаймыз. Шынымен олар өмір сүруге. Білесіз ба, осы Исаны ем және құтқарушым жүрегімізге қабылдаумен өмір аяқталмайды. Жоқ, ол басталады. Енді Құдаймен өмір басталады. Сонда біз енді Құдайдың баласы боп, енді Құдаймен бірге өмірді үйренуіміз қажет. Біз Құдайдың отбасына кірдік. Енді осы отбасыда қалай мен өмір сүруім қажет, осын біз үйренуіміз қажет. Сонда қалай біз Құдайдың баласы боп өмір сүруіміз керек? Біріншіден, ең алдымен Құдайға сүйеніп өмір сүруіміз қажет. Осыған біз үйренуіміз қажет. Мен айтып жатырмын, үйрену қажет. Оқиық біздің осы бүгінгі өзінде 18-21 аяттарды. Басшыларын біреуі Исадан, ізгі ұстаз, мәңгілік өмірге ие болу үшін не істеуім керек деген сұрақ қойды. Иса оған, мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкімді ізгі емес. Оның өсиеттерін білесің ғой. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ата-анаңды сыйла деп жауап берді. Әлгі кісі бұлардың бәрінде жастайымнан орындап келемін деді. Сонда осы жігіт болса, ол бала кезінен бастап Құдайдың заңын зерттеп, өсиеттерін орындап өмір сүрген еді. Сонда оның қазір наны, оның көзқарасы осында біз байқаймыз. Мен бұрыннан, осы кішкентай кезімнен Құдайдың заңын орындап жүрмін. Демек, мен әділмін. Сонда осы түсінікпен ол Исаға келеді. Ол Исаны ізгі ұстаз деп атайды. Ізгі деп оны санайды. Бірақ жай ғана ізгі деп санайды. Адам ретінде. Құдай жайлы емес. Осында сөз Құдай жайлы емес. Иса оған жауап бергенде ол айтады оған, Құдай ғана ізгі. Сонда ол Исаға келгенде, ол оған адам ретінде келеді. Сонда сен ізгісің.
Сонда мен де ізгімін. Бірақ сенен мен естігім келеді, мені мойындайыншы. Мен де осындай балашақ бала кезімнен Құдайдың заңын орындап жүрмін. Сонда осындай одан осындай мойындауды күтеді. Сонда осы сұрақ арқылы мен де осы мәңгілік өмірге жету үшін мен де лайықпын. Осындай ой білдіреді ол. Бірақ осы Исаға ол келгендіктен, оның ішінде бір қанағаттанбаушылық бар екенін біз сеземіз. Ол барлығын орындап жүр. Бірақ бір нәрсе жетіспейтін ол сезеді. Сондықтан ол Исаға келеді. Ұстаз, маған не жетіспейді? Осы сұрақ. Маған не жетіспейді? Оның сұрағында, ұстаз, сен мені тексерші. Мүмкін осы бір нәрсе маған жетіспейді. Сонда сен маған айтсаң, мен осы жағдайды, осы нәрсені түзететін болам. Осын айтып жатыр. Сонда Иса оған қалай жауап береді? Мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес. Сонда тікілей оған. Сен ізгі емессің. Осы қазір ол айтып жатыр. Сен ізгі емессің. Тек Құдай ғана ізгі. Ол қазір жігіт келді, осындай сөздермен ол келді. Сонда Иса оның сөздерін алып, осы сұрақтарды тереңірек ойлануға оған жауап береді. Осы сөздермен. Сонда сен қазір өзіңді ізгі деп ойлайсың. Бірақ шынымен тек Құдай ғана ізгі. Басқа ешкім ізгі емес. Адам Иса айтқысы келетін, Құдайсыз адам әділ бола алмайды. Осында 20-ші аятта, оның өсиеттерін білесің ғой. Неге адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ата-анаңды сыйла деп жауап берді. Иса оған айтып жатыр. Бірақ ол оған жауап береді. Мен осын барын орындадым. Бірақ әлі де бір нәрсе маған жетіспейтін мен байқаймын. Сонда Иса оны тыңдап, оған айтқан сөзі, адам өз күшімен әділ бола алмайды. Осы жауап тек оған ғана емес. Сол жерде көпшілікке де, бізге де бүгін жауап. Адам өз күшімен әділдікке жете алмайды. Адам өзі тырысып жатыр. Адам әртүрлі істерді жасап жатыр. Бірақ біз осы Құдайдың сөзін білеміз. Сонда осындай адамды көргенде сенің жаның ашиды. Өйткені осы мүмкін емес. Әділ болуға мүмкін емес Құдайсыз. Сонда өзі де әділсіз емес. Сонда басқалардың да осындай әділдікті ол талап етеді. Сонда қаншама тырысады өмір бойы, бірақ барлығы бекер. Бүкіл өмір бойы ол тырысып өмір сүреді. Қаншама осы еңбек салады, қаншама тері шығады. Сонда өзін әділ деп есептейтін жағдай болу мүмкін. Осындай адамдар бар, әлі де бар. Сонда сіздің қасыңызда да осындай адам бар болу керек. Тырысып жатыр. Бірақ шынымен олардың өміріне қараңыз. Олар шынымен бақытты ма? Олар күле ма? Олар осындай қуанышта өмір сүріп жатыр ма?
Өйткені мен өзім әділмін, осындай санайтын адамдар, осыған тырысатын адамдар, олар шаршап жүрген адамдар. Олар шаршайды осыған. Тез ренжиді. Неге? Өйткені олар қаншама осы үшін тырысады, бірақ іштей олар сезеді жетпегенін. Және басқалардан қаншама талап етеді. Сонда олар осы деңгейге дейін жетпегенін көргенде олар ашуланады. Сонда олар кешірмейді осыған бола. Сонда үнемі осындай ыза боп, кешірмей, ашу боп, олар осылай өмір сүреді. Сондықтан олар шаршайды. Сондықтан олардың өміріне қарап сенің жаның ашиды. Сондай адамдармен де араласқысы келмейді. Өйткені барлығы жаман, барлығы күнәһар. Барлық адамдардан осыны әлсіздік тауып, олар осылай соттап өмір сүреді. Біз білеміз, Паулда осы Исамен кездеспей жүргенде дәл осындай болған. Оның сөзін оқиық. Римдіктерге жазылған хатта 7-ші тарау 18-20 аят. Паул айтады: менің бойымда, яғни ескі күнәһар болмысымда жақсылық жоқ екен білемін. Сондықтан да жақсылық жасағым келсе де, оны жүзеге асыратын күшім жоқ. Осылай мен қалаған игілікті емес, қаламайтын жамандықты жасаймын. Ал енді өзім қаламайтын жамандықты жасағанымды бұны істеген мен емес, бойымдағы кінәлі құмарлық. Сонда Паул ұмтылып атқанын біз байқаймыз. Сонда осы Паулдың өмірі қаншама қиын болды. Ол Исаға сенетін адамдарды жеп көрді. Оларды құдалады. Оларды өлтірді. Сонда ол өзі көріп атыр, түсініп атыр. Іште қалаулары, жақсы қалаулары бар, бірақ осыған жете алмайтынын көріп атыр. Сонда ашуланып, қиналып өмір сүруде. Адам өзін әділ ете алмайды. Өз күшімен осыған жете алмайды. Әділ болудың жалғыз жол тек Иса ғана. Тек Құдаймен ғана. Болды. Біз оның әділдігін қабылдаймыз. Біз Исаны қабылдағанда, біз оның әділдігін қабылдаймыз. Біздің өзіміздің әділдігіміз жоқ. Осын қазір естіп алыңыз. Өйткені осы өте маңызды. Біздің әділдігіміз жоқ. Тек Исаның әділдігі бар. Сонда біз Иса Мәсіхті қабылдағанда, біз оның әділдігін қабылдаймыз. Сонда осында кигендей боламыз. Осы киім киеміз ғой. Оның әділдігін киеміз. Сондықтан біз Исаны қабылдаймыз. Сондықтан осы Исаны қабылдау деген не? Өз әділдікпен жүруді тоқтату деген сөз. Өз тырысып атқан жолдарымнан бас тарту. Енді Құдайға сенім артамын. Исаның қаны мені түгелдей, менің күнәларымды жуып, енді мен Құдайдың алдында әділмін Исада. Осыған сенім артамын. Сонда мен Исаның әділдігін қабылдаймын. Және енді жаңа тұлға, жаңа жаратылыс боп, мен жаңа өмір бастаймын Құдайда. Сонда енді Исамен бірге мен өмір сүруді үйренемін. Өсиеттер арқылы емес, жоқ. Иса Мәсіхтің әділ арқылы өмір сүруді үйренемін. Осындай шешім Исаны қабылдадым дегенді білдіреді. Яғни адам өз әділдігінен бас тартады. Сонда Иса Мәсіхтің әділдігін киіп жаңа өмір сүре бастайды.
тағы да айтамын. Осы қадамнан бастап өз күшімен әділ болуға тырысуымды қоямын. Болды. Керісінше, Иса Мәсіхтің әділдігін қабылдап, осыған өмірімді негіздеп, өмір сүре бастаймын. Осыған негіздеп, бүкіл өмірімді. Оның мағынасы, енді мен Құдаймен өмір сүремін. Енді мен күнәға қарсы тұрамын. Енді Құдаймен бірге жеңіс аламын. Бірақ осы байқағанда көп сенушілер әлі де өз әділдігі үшін күресуде. Олар Құдайдың алдында, адамның алдында әділ болуға тырысып жатыр. Сонда осылай болса, сонда біздің сенімінің мәні жоғалады. Сонда маған Иса не үшін керек? Мен өз күшімен өмір сүре алсам. Құдайдың патшалығына өзім кіре алсам. Мен осыған тырысып жатырмын ғой. Сонда қандай қажет Исада? Бізге не істеу керек? Біз Құдайдың әділдігіне өмір сүруді үйренуіміз қажет. Құдай бізді сүйгендіктен, ол бізді құтқарды. Біз қуанышта, бақытты болып өмір сүруімізді қалайды. Сонда біз енді осыған өзіміздің күшімен жетпегендіктен Құдайға мұқтаж екенімізді білдірді. Құдайға айқайладық. Құдай, мен саған мұқтажбын. Сонда Құдаймен енді өмір сүре бастадық Иса арқылы. Сонда мен енді өз күшіммен әділ болуға тырысуды қоямын. Осында тоқтау керек. Мен өз мәселемді шеше алмаймын. Өз жағдайымды жақсарта алмаймын. Сонда білесіз ба, енді Құдайдың құдіретімен, енді Құдаймен бірге мен өмір сүруді үйренуім керек. Құдайдың алдында Иса арқылы мен әділмін. Міне қазір де әділмін. Құдайдың алдында. Құдай мені өзінің бала ретінде қабылдады. Болды. Сонда енді маған өмір сыйлады. Мен енді оның құшағында, оның баласы болып өмір сүре бастадым. Болды. Мынау Құдайдың қалауы. Енді мен қалай өмір сүру керекпін? Әрдайым осы Исаның әділдігін киіп өмір сүру қажетпін. Әрдайым біз осын үйренуіміз қажет. Өзімізге әділ ретінде осы Құдайдың адамы болып, өзімізді Құдайдың адамы болып қабылдауымыз қажет. Сонда қазір осы өмір сүргенде, қазір осы жағдайды, осы істі жасап атқанда, мен Құдайдың адамы ретінде қазір дұрыс деп жатырмын ба? Мынау осы іс маған жараса ма? Өйткені мен Құдайдың адамы енді болып өмір сүремін. Мен жаңа жаратылыспын. Осы күнә болса, осы күнәнің жолы, ол ескі, осы менің бұрынғы өлген, қалай айтсам екен, болмысымның жолдары енді маған жараспайды. Енді маған жараспайды. Әр осы шешім қабылдағанда, әр әрекеттің алдында, сонда есіңізге алыңыз, сіз Құдайдың баласы болып өмір сүріп жатсыз.
Осыған үйреніңіз. Әрқашан осы еске алыңыз. Мен Құдайдың баласымын. Мен жаңа жаратылыспын. Менің шешімдерім, әрекеттерім Құдайдың баласына сай ма? Егер сіз бүгінде де осы өз әділдігіңізге сүйеніп өмір сүріп жатқан болсаңыз, сонда бүгін шешім қабылдаңыз. Осы жолды мен тоқтатамын. Осы жолды мен тоқтатамын. Құдай бізді бақытты қылғысы келеді. Біз қуанышта, тыныштықта, шаттанып өмір сүрсін деп, оның балалары ретінде өмір сүрсін деп қалайды. Сондықтан бізге осы әділдікті өзіміз тудыру керек емес. Керісінше, осы Исаның әділдігін киіп, Құдайға сүйеніп өмір сүріп бастауымыз қажет. Сонда бірінші қадам Құдайға сүйенуді үйренуіміз қажет. Өз әділдігімізге емес, жоқ, Құдайдың әділдігіне сүйенуді үйренуіміз керек. Екінші қадам Құдайдың бәрінен жоғары қоюды үйренуге қажет. Осында 22-24 аятты оқиық. Иса мұны естігенде саған тағы да бір нәрсені жетіспейді. Қолындағы бар мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынан көкте болады. Өзің қайтып келіп, шәкіртің болып, соңынан ер деді. Бұларды естігенде әлгі кісі қатты қапаланды. Себебі ол өте бай болатын. Иса оның қатты қапаланғанын көріп, мал мүлікке бай адамдардың Құдайдың патшалығынан көру қандай қиын. Білесіз болса, Иса Масихтың сөзін адамдар естігенде, оларға осы сөз өте қатаң болып естілді. Білесіз ба, біз де мүмкін осы сөзді естігенде біз қиналамыз. Өйткені мүмкін бізге де осындай талап қазір Құдай қойып атқан болар. Кейбір адамдар осыны түсінбейді. Сенді Құдайға, бірақ осы нәрсені түгел түсінбейді. Түсінбегендіктен қорқыныштар пайда болады. Неге? Өйткені олар осы сөзді дұрыс түсінбегендіктен. Мәселе байлықта емес, мүлікте емес. Иса бұл жігіттің жүрегін көріп жатыр. Иса қазір осы жайлы айтып жатыр. Осы жігіт барлық өсиеттерді орындап жүр. Бірақ оның өмірінде бірінші орында кім? Осын Құдай осында айтып жатыр. Оның жүрегінде ең бірінші орын алатын кім? Осында байлық тұр. Байлық. Иса оған анық осын көрсетіп жатыр. Дәл осы қазір нәрсе оның ішінде болып жатқан. Ол өсиеттерді орындап жатыр, бірақ та сенімі жоқ. Осылай, мен мәңгілік өмірге иемін. Сонда оның өмірінде Құдай бірінші орында емес деген сөз. Сондықтан Иса оған осын барлығын жөнде. Құдайды бірінші орынға қой. Сонда барлығы дұрыс болады. Иса ешқашан осылай айтпаған, сенің мәселең байлықта. Жоқ. Байлық ол мәселе емес. Құдай әр адамды жақсы көреді. Біз бірнеше апта бұрын Захай жайлы оқыдық. Ол барлық адамдарды жақсы көреді. Барлық адамның құтқарғанын қалайды. Сонда қаншама осы бай адамдар оны үйге шақырды. Иса олардың шақыруын алып, шынымен олардың үйіне барып, қызмет еткенін біз байқаймыз. Лука жазған хабар осы 8-ші тарауда 3-ші аятта осындай сөздер бар. Ираттың сарай басқарушысы Құзаның әйелі Жоханна, Сузанна және көптеген басқалары, олар қолдарындағы барымен Исаға және оның шәкірттеріне қызмет көрсетті. Осы адамдар бай. Біз даже ойлай алмайтындай, мен ойлаймын. Сонда өйткені
Олар міне осында жазылып тұр. Патшаның үйін басқарған кісілер. Олар қаншалықты бай, даже біз түсінбейміз мүмкін. Бірақ олар барымен қызмет етті. Демек, осы мәселе байлықта емес. Құдай біздің өмірімізде қай орында? Осы маңызды. Білесіз бе, біз әртүрлі нәрсеге үміт артамыз. Үміт артқанда, осы арқылы біз өзімізді қауіпсіздікте осындай өмір сеземіз. Әр адамның жүрегі бір нәрсеге сүйенеді. Өйткені оған тыныштық керек, қауіпсіздік керек. Ол бір тұлғаға немесе нәрсеге ол бәрібір сүйенеді. Біреулер ақшаға, біреулер адамға, біреулер байлыққа, жұмысқа, білімге, бизнесі мүмкін. Әрқайсымыз осы бізге қауіпсіздік керек болғандықтан бір нәрсеге біз сүйенеміз. Сонда біз осы нәрсеге сенім артамыз. Ол арқылы маған қауіпсіздік келеді деген. Сонда біз осыған сүйеніп жүрсек, осы нәрсе шынымен бізге қауіпсіздік әкеле ме? Адам осыған сүйеніп жүрсе де, бірақ іштей ол біледі, осы толық оған қауіпсіздік бере алмайды. Неге? Өйткені осы нәрселердің барлығы да олар да тұрақты емес. Олар да уақытша. Осы дүниеде барлық нәрселер олар уақытша. Сонда осы нәрсе маған тыныштық бере ме? Оған сүйенеміз. Бірақ шынымен осы нәрселер бізге тыныштық бермегендіктен өзіміз іштей соны білеміз, уайымдаймыз, қорқамыз. Өйткені осы нәрсе уақытша. Нағыз тыныштық Құдайдан ғана келеді. Сондықтан барлық осы бәрінен де жоғары біз Құдайды қоюымыз қажет. Иса бүгін осында айтып жатыр. Тек Құдайға ғана сүйен. Тек Құдайға ғана сенім арт. Түгел осыған үйрен. Үйренуіміз қажет. Құдайға біздің өмірімізді негізделу, осыған біз үйренуіміз, қайта үйренуіміз керек. Бүгін осындай бір үлкен жақсы мүмкіндік жүрегімізді тексеруге. Менің жүрегімде қазір бірінші орын алып атқан кім? Мен қазір неге сүйеніп өмір сүріп жатырмын? Қайдан тыныштық алып жатырмын? Сонда біз түсінеміз. Тек Құдайдан ғана тыныштық келеді. Қауіпсіздік тек Құдайдан ғана. Бірақ өзіміз бүгін өзімізге шын жауап беруіміз қажет. Қазір бірінші орында Құдай ма? Қазір Құдайдың алдына келіп осылай дұға етсеңіз, Құдай көрсетші. Шынымен менің жүрегімде бірінші орында сен, немесе осындай нәрсе бар болса көрсетші. Сонда басқа нәрсеге мен сүйеніп өмір сүріп жатқан болсам, содасын сол жолдан бас тартайық. Біз Құдайға сенім артуға үйренейік. Иса осында былай айтып жатыр, 25-26 аят. Байдың Құдайдың патшалығына кіруінен гөрі түйенің көзінен өту оңай деді. Мұны естігендер ендеше кім Құдайдың қаһарынан құтқарыла алады деп сұрады. Осы сөздер адамдарға шынымен таңғалдырды. Неге? Себебі сол кезде яһудилер олар байлық осы Құдайдың батасы деп сенген. Сонда олардың түсінігі бай адам ол Құдайға ұнамды, ал кедей ол қарғыстың астында өмір сүріп жатқан адам. Біз осы Аюб
пайғамбардың сөзін оқығанда 1-тарау 1-аят осында осылай жазады. Бір кезде Ус елінде Аюб есімді адам өмір сүрді. Ол қинаратсыз, әділ болып, Құдайды терең қастерлеп, жамандықтан аулақ жүретін. Осылай бары біз оның байлығы жайлы оқимыз. Сондықтан олар осы бай болса, әділ. Осындай бір қорытынды шығарды. Нақыл сөздерде осындай сөз бар. 6-тарау 11-аят. Кенеттен жүректей жоқшылар жетер. Тонаушыдай мұқтаждық саған тап берер. Сонда кедейлік жаман белгі. Құдайдың батасының астында байлық. Осылай олар қабылдап өмір сүрген еді. Сонда Иса осында 22-аятта біздің өзінден оқығанда Иса мұны естігенде саған тағы да бір нәрсе жетіспейді. Қолындағы бар мал-мүлікті сатып түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынан көкте болады. Өзінің қайтып келіп, шәкіртім болып сонан ер деді. Осында біз көріп жатырмыз. Әрине, осында осы адамның мәселесі байлықта. Өйткені ол Құдайдың орнында байлық тұр. Құдай соны көрсетіп жатыр. Оның жүрегі қайда қазір? Осын көрсетіп жатыр. Бірақ адам осы байлық, ол бата деп осылай қабылдағанда, мынау қате түсінік. Біз көне өсиетте бай адамдардың қаншама Құдайдан алыстап кеткенін біз көреміз. Құдай оларға қандай сөздерді жеткізген мен оқиын. Мысалы, осы Амос кітабы, 6-тарау, 4-8 аят. Сендер піл сүйегімен әшекеленген төсек орындарында жатасыңдар. Елестетіңдер. Осы піл. Қаншама осы төсектерінде жатып жіренесіңдер. Жейтіндерің отардың тоқтылары мен бардағы таналардың семіз еті. Жетігеннің сүйемелеумен ән айтасыңдар. Дәуіт патшаға еліктеп күй аспаптарыңда ойнауға әуен күйлер ойлап табасыңдар. Шарапты тостағандап ішіп, үстеріне жұпар иісті май жағасыңдар. Ал Жүсіптің үрім бұтағын басына төніп тұрған жойылу жайлы қайғырмайсыңдар. Сондықтан қолға түсіп, басқа жерге аударылатын алғашқылардың арасында сендер боласыңдар. Сендердің үлде мен бүлдегі оранған сауық сайран құрған өмірлері осылай бітпек. Жаратушы Тәңірге өзінің керек атымен ант етті. Ол жаратқан әлемнің өміршісі Құдай мынаны айтады. Мен Жақыптың үрім бұтағын асқартығынан жиренемін. Олардың бекіністі сарайларын да жеп көремін. Сондықтан да мен осы қаланы және онда тұратындардың бәрін жауларының қолына тапсырамын. Сонда мәселе байлықта емес, мәселе жүректе. Жүректе. Құдаймен жүрмегендіктен. Осында мәселе. Біз де кейбірде қате түсінеміз. Менің жағдайым жақсы болса, Құдай мені баталап жатыр деп ойлаймыз. Қиындық болса, Құдай мені жазалап жатыр. Біз осылай ойлаймыз. Сондықтан осындай қиындық келгенде адам осы Құдайға не үшін сену керек деп ойлап күмәнданып кетіп қалады. Кейбір адам осы естиді, біз айтамыз хабар. Құдай сені сүйеді. Сонда ол дұға етеді. Бірақ кейбір осы дұғалар осылай Құдай жауап бермегенде, сонда ол күмәндай бастайды. Сонда кетеді. Құдайдың саған деген сүйіспеншілігін жағдайлармен өлшеуге болмайды. Осы дұғаларыңыздың нәтижесімен өлшеуге болмайды. Құдайдың сүйіспеншілігі тек осы Иса айқышта біз үшін өлім арқылы біз осыған қарап бағалауымыз қажет. Құдай барлығынан да жоғары. Құдай
тек қана оған біз сенім артып өмір сүруіміз керек. Құдай бізді сүйеді. Өміріміз жақсы болғанда сонда біз Құдай, оған ән саламыз, оған алғыс білдіреміз. Бірақ Құдайда да әрқашан біздің жүрегіміз оған сенімі арту қажет. Әр жағдай, қиындық болмасын, жақсы жағдай болмасын, әрқашан оған сүйеніп, шүкіршілікпен, алғыс айтуымен оған сенім артуымыз қажет. Жақсы жағдай болса, қуанып, оған алғыс айтып, шүкіршілік етіп, қуанып, оған сенім артуымыз қажет. Жақсы жағдай болмаса, қуанып, оған алғыс білдіріп, оған сүйеніміз қажет. Осыған үйреніміз қажет. Не жағдай болмасын. Құдай мені сүйеді. Осыған еш күмән келмесін. Құдай мені сүйеді. Сонда біз үйреніміз керек. Бүгіннен бастап үйренейік. Біздің жүрегімізде шешім болсын. Егер менің өмірім мен қалағандай болмаса, егер осы қиындықтар келсе, мен Құдайға сүйінемін. Бәрібір мен Құдайға сүйінемін. Құдай мені сүйеді. Осы шындық. Аксиома. Өзгермейтін. Құдай мені сүйеді. Ол менің жағдайыма, мәселелерге, дұғаларыма, немесе әртүрлі осындай жағдайға байланысты емес. Құдай мені сүйеді. Осы ақиқат, осы шындық. Құдайға рахмет. Осы қауымда шынымен осы Құдайға қатты сенетін адамдар бар. Жағдай қандай өзгерсе де, бәрібір Құдайға сүйеніп өмір сүріп жатыр. Құдайға шүкір. Кейбірде мен оларға қарап, өзім де осылай сенімімді ұстаймын. Олар арқылы үлгі алып, осы шындыққа сүйенемін. Құдай мені сүйеді. Тек Құдаймен ғана мен бақыттымын. Біз оқимыз осы келе кітапта Забур жырларын жазған авторлар, Авакум, немесе Иеремия, немесе қазір осыған оқыған Аюб пайғамбар. Осы қаншама олардың өмірінде қиындық болған, бірақ олар Құдайдан бас тартпады. Білесіз, біз осы Аюб кітабын оқығанда, біз осында 42 тарау, сонда біз ойлаймыз, Аюб өмір бойы қиналып өмір сүрді. Жоқ, осында жалпы 2-3-4 аптаның ішіндегі жағдай айтылып жатыр. Сонда бір уақытта осындай қаншама қиындық оның өміріне келді. Балалардан айырылды, жақындары барлығы өлді. Сонда ол Құдайға келеді. Әрине оның сұрағы бар. Неге қазір осы жағдай менімен болып жатыр? Өзі түсінбейді. Жүректе қиналып жатыр. Құдайға да ренжіп жатқанын біз байқаймыз. Сонда осы 38-ші, 39-ші, 40-ші, 41-ші аят. Осында Құдай оған терең осыған жауап береді. Оның барлық сұрақтарына Құдай жауап береді. Сонда Аюб мойындайды. Құдай, сенің жолдарың маған түсініксіз. Сен ұлысың да, сен кереметсің. Осы қазір менімен болып атқан жағдайдың себептерін менің басым сонында түсіне алмайтын мен байқап жатырмын. Осы арқылы Құдай оған жұбаныш береді. Мен сенің өміріңде болып атқан барлығын білемін. Мен сенің қасыңдамын. Мен осы қиындықтарды көріп жатырмын. Мен жай осылай бақылап тұрған емеспін. Мен сенің өміріңе қазір әсер етіп жатырмын. Саған. Сондықтан осы келе кітапта Римдіктерге 8-ші тарау 28-ші аятта осындай сөз жазылған. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйеттерінің игілі
игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Осын біз әрқашан еске алуымыз керек. Әрқашан Құдай осы игіге айналдырады. Ол әрқашан әрекет етіп жатыр. Ол тоқтамайды. Ол өзінің керемет жоспарын асырып жатыр. Бізге керегі оған сеніп, оны бірінші орынға қойымыз қажет. Тыныштық жоғалтпаңыз. Құдайды бірінші орынға қойыңыз. Амин. Тағы да. Құдайды бірінші орынға қойыңыз. Толық сеніммен, қуанышты жоғалтпай, тыныштықты жоғалтпай. Құдай, сен барлығын білесің. Сен мені жетелеп жатсың. Сен мені ешқашан қалдырмайсың. Осы тыныштықты жоғалтпаңыз. Бүгін осы Құдайдың сенімен қабылдаңыз. Құдай сізбен бірге. Және әрқашан оған бірінші орын жүрегіңізде беріңіз. Үшінші, бізге үйрену керек нәрсе мәңгілік өмірден қанағат табу. Мәңгілік өмірден қанағат табу. Осы жайлы айтқанда, осы Құдай патшалығын түсіну керек. Осында 28-30 аятта Петр тіл қатып былай деді: міне, біз барлығымыз қалдырып, сіздің соңыңыздан еріп жүрміз. Сонда Иса шәкіртіне сендерге шындығын айтайын. Үй жайын, әке-шешесін, бауырларың, әйеліне, балалар шағасын Құдайдың патшалығына бола қалдырған әркімге сол үшін осы заманда қарым-қатасы бірнеше есе артығымен қайтарылады. Әрі келер заманда ол мәңгілік өмірге ие болады деп нық айтты. Осында Петр сұрақ қояды. Біз барлығын қалдырық. Сонда не болады? Иса оған жауап береді. Тек болашақта емес, тек жұмақта емес. Осында, осы жерде Құдайдың батасының астында өмір сүретін боласың. Тек аспан жайлы емес. Жоқ. Осы жерде, бүгінгі менің өмірімде, ол Құдайдың маған берген баталарымен мен өмір сүретін боламын. Әрине, біз жұмақ жайлы айтқанда, біз білеміз, келек кітапта жазылып тұр. Осы түгел 100% Құдайдың атқаруының астында жер. Қайғы жоқ, күнә жоқ, көз жас жоқ, жамандық жоқ. Сонда осы жұмақ. Бірақ осында айтып атқан осы жерде сен осы Құдайдың патшалығын сезіп өмір сүре аласың. Сен Құдайдың баласы боп, бүгін Құдайдың баласы боп, мәңгілік өмірде өмірің қазір басталды. Өйткені Құдаймен енді өмір басталды. Сен қазір мәңгілік өмір сүріп жатсың. Сонда осы қандай өмір? Құдайдың баласы ретінде өмір сүру. Құдайға мінәжат ете аласың. Құдай саған жауап береді. Осы керемет. Сонда мен қазір Құдаймен өмір сүріп жатырмын. Біз барымыз осылай айта аламыз. Құдайдан біздің күнәларымыздың кешіруін алдық. Біз Исаның әділдігін алдық. Құдайдың балалары болдық. Қай жағдай болмасын. Мен шынымен Құдайға сүйеніп, қанағат алуым қажет. Осын үйренуім қажет. Бұрын мәселе келсе, біз сол кезде уайымдаймыз, жүгіреміз. Көбіміз осы бұрын қаншама несие алдық, қаншама қарызға кірдік, қаншама осындай дұрыс емес шешімдерді қабылдадық. Бірақ қазір осындай жағдай келгенде нормально. Қазір менде көріп жатырмын, осындай айтайық, ақшам жоқ, бірақ теледидарда осы жарнама, осындай керемет, машине. И адамның ой кетті. Ақша жоқ болса, нормально. Осысыз да өмір сүре аламыз. Нормально, екі аяқпен, нормально, денсаулығымыз қалтамызда, Құдайға шүкір. Нормально. Құдаймен
өмір сүру жақсы. Құдайым менің қасымда. Біз үйренуіміз керек, оған сүйеніп. Осы Құдайдың патшалығының ережелері бойынша өмір сүру. Амин. Осы қазір далада айтайық, бензин баға көтеріліп жатыр. Қиналмаңыз. Көтерілсе де өмір сүреміз ары. Уайымдамаңыз осыған. Не болады? Уайымдамай өмір сүріңіз. Құдай бізбен бірге. Амин. Құдай бізбен бірге. Осындай келе кітапта жазып тұр. Билік ол Құдайдан. Мынау жаман, мынау жаман, мынау жаман. Әр адам күнәһар. Осын қабылдаңыз. Осы Құдайдың сөзіне сай өмір сүріңіз. Ары жақсылық жасауға. Ары осылай ұмтылыңыз Құдайдың сөзіне сай. Жағдай өзгеріп жатыр. Бірақ сіз Құдаймен бірге өмір сүріңіз. Үйреніңіз осыған. Жай жағдайға осы айқайлап, қиналып, уайымдап, осыған салынбаңыз. Құдаймен өмір сүруге үйренейік. Құдаймен бірге керемет өмір. Иса осы үшін айқышта болды. Біз Құдаймен өмір сүру үшін. Әрине, осы біз қанағат алмау үшін, қуанышта өмір сүрмеу үшін бір осындай тұлға бар. Біз барымыз білеміз, осыған әрекет ететін шайтан. Ол әрқашан осындай бізге қате ойларды береді. Біз өсиеттерді білеміз. Алда, ұрла, өлтір, осындай әртүрлі осы нәрселерді біз білеміз. Әрқашан осындай бізге қорқыныш, айыптайтын сезімдерді беретін кім? Біздің назарымызды Құдайдан осы жағдайға ол апарады. Бірақ біз білуіміз қажет. Иса шайтанды жеңді. Енді бізде осы Құдайдың сөзінде былай айтылған. 6-шы тарау Ефестіктерге 13-ші аятта. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретімен қуат алып, нығая беріңдер. Шайтанның қастық іс әрекетіне тарыс бере алуларың үшін Құдай берген рухани қару-жарақпен түгел жабдықталыңдар. Біз адам баласының қарсы емес, қазіргі қара түнектің әкімдері мен күштілеріне, әрі дүниені билеп төстеушілеріне, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Адам емес бізге қарсы. Жоқ. Осы зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Сондықтан Құдай берген рухани қару-жарақтың бәрін асыныңыздар. Сөйтіп зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, ақырына дейін күресіп, жеңіп шыға аласыңдар. Амин. Осындай жағдай болса да қиналмаңыз. Шынымен осы Құдайдың бізге берген өмірге қанағат алыңыз. Құдаймен бірге, біз Құдаймен бірге болғандықтан біз осы жағдайдан шығамыз, жеңіп шығамыз. Сондықтан біз бүгін Иса Мәсіхтің әділдігін киюді үйренейік. Құдайға сүйеніп өмір сүрейік. Сонда осыған ұмтылыңыз. Құдайға, тек Құдайға ғана. Біз тек осылай Құдайға келіп, Құдай берсе қалам, бермесе кетем. Жоқ. Құдай ол Құдай қала береді. Құдайда өмір сүруге үйренейік. Құдайдың сөзімен осы әр біздің өміріміздің салаға Құдайдың сөзін енгізейік. Біздің осы күнделікті өмірде Исамен біз бірге өмір сүретін болайық. Біз бірге қазір дұға етейік. Қазір Құдайға келейік. Біздің жағдайымызды Құдайға айтайық. Мүмкін сізге бір осындай жағдай, мәселе, қиындық келген болар. Әрқашан осындай нәрселер келе береді. Мүмкін сұрақтарыңыз бар болу мүмкін Құдайға. Сұраңыз Құдайдан. Құдай жауап береді міндетті түрде. Құдайға сүйеніп өмір сүріңіздер.